Жақсы аяқта бір күні сүрінер, тәкаппар адамның да арқасы бүгілер. Қара сақал ағарар, бұйра бас таз болар, әдемі әлпетті де әжім басар. Тұнық жанар да тұманытар. Тек ақ жүрек қана ай мен күн сияқты, айдан гөрі күн секілді жарқырап тұрады. Өйткені ол күн іспетті, өзінің ақ жолынан еш таймайды. Адам тану саналының ісі, өзін тану парасаттылық, өзгені жеңген күшті, өзін жеңе білген ұлы. Бір көрген адамның бәріне шын ниетіңмен жақсылық тілеуге дағдылан. Жұрттың бәріне жай көзбен қарасам, саған тек жүрек көзіммен қараймын. Армандар орындалу үшін жаныңда ертекші емес, сиқыршы болу керек. Байлар екі түрлі болады. Бірі бай әйелге үйленіп байса, екіншілері байлықтың арқасында әйел алады. Әйел тіпті қарадан шықса да хан қызына бергісіз болуға, ал тектінің қызы қарабайыр күнге айналуы ғажап емес. Бәрі де сүйген азаматының оған деген қарым-қатынасына тәуелді. Жақсы көру мүмкін емес адамдар шынайы махаббатқа аса зәру. Барлық жамандық атаулының жауы ақша емес, қорқыныш. Білім деген даналық емес, даналық деген білімді кәдеге жарату. Артық деген өлшем болмайды. Сен өзгеден асып кетпейсің, ешкімнен кем болмайсың, ешқашан. Әдет деген өзгеше бір түйткіл. Адамға ең керегі ойланып таңдау мен қолмен жасағанын мойнымен көтеру. Өлім соншалықты қайғылы емес. Өмір қайғысы деген кей адамдардың мүлде өмір сүрмеуі. Өмірде бар жоғы үш қана ереже бар. Парадокс, юмор және өзгеріс. Парадокс – өмір деген құпия. Өмірді танимын деп уақытты зая жоғалтпа. Әзіл, әзілді түсіне білу керек. Әсіресе өзіңе күле білу аса маңызды. Бұл деген жігердің қайнар бұлағы. Өзгеріс ештеңеде мәңгілік емес. Ескеріп жүр. Барыңды сыпырып беріп, қолдағыңнан тұтас айырылғанда ғана шын азаттықты сезесің. Адамға шынайы қуаныш сыйлайтын нәрсе саяхат, мақсат емес. Қашықтық кеңістіктен гөрі уақыттың еншісінде. Оның жанында жүрек өзгені іздемейтін жартыңызды табу ең үлкен бақыт. Ешкімге керексіз шедевр болғанша, біреудің сүйікті тентегі болған артық. Сізге сенген адамды ешқашан тастамаңыз. Өткенге қызғанышпен қарамаңыз. Жақсылардан кетпейді, жамандарға оралмайды. Тәжірибе деген зор байлық, бірақ соған бүкіл жастық шағыңды сарп ететінің ғана жаман. Уақыт емдемейді, әр қиындық сайын ыстық құшағын жаятын адам ғана емдейді. Жаныңда 5 жыл жүріп тани алмаған адамды 5 минут ұрыс кезінде анық көресің. Өз тәжірибеңнің 1 грамы өзгенің 1000 тоннасынан қымбат. Бөтен адамды жоғалтып алам деп қорқып өмір сүргенше, өмір бойы өзіңдікін іздеген абзал. Жаман және жақсы адамдар болмайды. Тек қашықтықты дұрыс таңдауды естен шығармау керек. Егер әйел еркексіз өмір сүре аламын десе, қателескені. Бірақ әйелім менсіз өмір сүре алмайды деп ойлайтын азаматтың ойы тіптен қате. Қабырға ылғалдан тозады. Адам сағыныштан күйрейді. Шаршау тәннен емес, мидан басталады. Адам ойлағаннан да ғаламат істерге қауқарлы. Құрметті оқырман, видео ұнаса лайк басып, комментарий қалдыра кетіңіз. Және де арнамызға тіркеліп алуды ұмытпаңыз.